Тоқтамаңыз, ата, тоқтамаңыз, деп айқайлады Асхат қорыққанынан. Бірақ Қасым тежегішті басып үлгерген еді. Ақ боранның ортасында, тас жолдың дәл қақ ортасында бір адам тұрды. Үстіндегі ақ тонның өңірі қып-қызыл қан. Ал арт жағында қараңғыда жасыл оттай жанған бірнеше қасқырдың көзі көрінді. Қасым, Қасым, көмектес! Деп әлгі адам боранның даусын әрең бұзып айқайлайды. Қасқырлар қыстауға шапты, Мұратты талап кетті, өліп барады. Сол сәтте көліктің артында отырған жүкті Айнұр ащы шыңғырып жіберді. Асхат, ішім! Көлік ішінде толғатып жатқан келіншек, алда қасқыр талаған адам, артта боран жұтып жатқан қара жол. Ал Қасым бара жатқан ауруханада 35 жыл бұрын өзін сатып кеткен досы өлім аузында жатыр, және оның аузында Қасымның бүкіл өмірін өзгертетін соңғы шындық бар еді. Құрметті тыңдарман, әңгімемізді бастамас бұрын Сырлы тағдыр арнасына тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Пікірге қай елден, қай өңірден тыңдап отырғаныңызды, әңгімедегі өзіңізге ерекше әсер еткен кейіпкерді немесе есте қалған сәтті жаза кетіңіз. Ал енді оқиғаны басынан өрбітейік. Сарыарқаның қарашасы биыл тым ерте қаһарына мінді. Түні бойы толассыз соққан сарыаязды жел ескі үйдің қаңылтыр шатырын жұлқылап, терезелерін дірілдетіп шықты. Қасым қарт түн ортасында өзін жайсыз сезініп, ұйқысыз шайдай ашылды. Жасы 65-тің асқарына шыққан қарияның денесіндегі ескі жарақаттары мен сүйектері сырқырап, тұрған бойда тізесін үнсіз уқалады. Төсектен тұру оған жылдан жылға ауырлап бара жатқандай. Бөлме іші суық, пештің табы түн ортасында қайтып кеткен болатын. Ол үстіне көп жылдар бойы серік болған, тозығы жеткенмен өте жылы қой терісінен тігілген тонын иығына салып ас үйге қарай аяңдады. Ескі шайнекті газ плитасының үстіне қойып сіріңке жақты. Көк жалын жылтырап жаңа бастағанда, оның әлсіз жарығы қарттың жүзіндегі терең әжімдерді айқындай түсті. Оның маңдайындағы әрбір сызып, жай ғана жастың белгісі емес, тағдырдың маңдайға басқан өмірлік мөрлері іспетті. Қасым үстел шетіне отырып терезеден сыртқа көз тастады. Дала қап-қараңғы, тек соққан дүлей желдің құм мен суық қар аралас ұйытқыған ақ түтегі ғана көрінеді. Ол осыдан 30-35 жыл бұрынғы уақытты ойлады. Дәл осы ауылда, осы үйдің ішінде бір кездері өмір қандай қыз-қыз қайнап жатушы еді. Марқұм жары Зейнептің ас үйде ыдыс аяқты сылдырлатып, күлімсірей қараған бейнесі, балаларының бөлмеде асыр салып күліп жүрген дауыстары құлағына келгендей болды. Бірақ уақыт деген ағын су бәрін шайып кетті. Балалары есейді, қалаға кетті. Өз тіршіліктерінің қамымен жүр. Алтын діңгегі Зейнептің бұл дүниеден озғанына да 5 жылдың жүзі болды. Қасым жалғыздыққа үйренгендей. Бірақ дәл осындай суық үрейлі түндерде жалғыздықтың салмағы иығын басып дем алдырмайтын. Шәйнек ысылдап қайнай бастағанда, үйдің ішіндегі осы бір мұңды тыныштықты кенеттен бұзған қатты дыбыс шықты. Төргі бөлмедегі ағаш үстелдің үстінде тұрған сымды дискілі телефон шырылдап қоя берді. Ол телефонның даусы бүгін суық естілді. Қасым селк ете қалды, өзін жайсыз сезініп орнынан тұрып, бұл кім екен түн ішінде деп ойлады. Жамандық шақырмайын десе, жүрегі кеудесін соққылап жиілей бастады. Жасы ұлғайған сайын адам баласы кенеттен шыққан дыбыстан, беймезгіл хабардан қорқақ келеді екен. Ол асықпай басып төргі бөлмеге өтті де, дірілдеген қолымен телефон тұтқасын көтерді. Алло, Қасым, бұл сенсің бе? Деді тұтқаның арғы жағынан қатты дірілдеген, қарлыққан әрі өте әлсіз дауыс. Желдің гуілі мен байланыстың нашарлығынан дауыс үзіліп арасында сырыл араласып шықты.
Қасым бір сәт бұл дауысты тани алмай кірпік қақпай тұрып қалды. Бірақ санасының ең терең қараңғы түкпірінде бұл үн өте таныс, тіпті өмір бойы ұмытқысы келген, бірақ ұмыту мүмкін болмаған адамның дауысы екенін жүрегі сезді. Иә, мен Қасыммын. Жөн айтыңыз, бұл кім? Деді ол даусын мүмкіндігінше нық сабырлы шығаруға тырысып. Қасым, мен Саматпын ғой. Сенің бала кезгі Самат досыңмын, деді арғы жақтағы адам. Самат? Бұл есімді естігенде Қасымның денесі мұздап, бойын діріл биледі. Қолындағы ауыр пластмасса тұтқаны түсіріп ала жаздады. 35 жыл, тұп-тура 35 жыл бойы бұл есім осы үйдің қабырғасында да, қарттың санасында да аталмаған. Самат оның жастық шақтағы ең жақын досы. Бір үзім нанды бөліп жеген, тайғұлындай бірге өскен жолдасы болатын. Бірақ тағдырдың аяусыз тәлкегімен дәлірек айтқанда, адамның айласы мен қиянатымен екеуі мәңгілікке жау болып айырылысқан. 35 жыл бұрын Саматтың жасаған бір ғана ісі Қасымның бүкіл өмірін асты үстіне төңкеріп, оны үлкен қателік пен өкініштің батпағына батырған болатын. Сен маған не бетіңмен хабарласып тұрсың? Сенің менде қандай шаруаң бар? Медеу сұрар адамың мен бедім, деді. Қасымның даусы кенеттен қаталданып, оның бойындағы 35 жыл бойы күл астында бұғып жатқан ыза мен өшпес реніш жанартаудай қайта оянғандай болды. Қасым, мені тыңдашы, өтінемін, тұтқаны қоя көрме. Саматтың даусынан өлімнің суық ызғары анық сезілді. Ол қатты булығып жөтелді. Менің бұл фани дүниедегі күндерім, бәлкім сағаттарым ғана қалды. Қаладағы облыстық аурухананың жансақтау бөлімінде жатырмын. Өкпе қатерлі ісігі. Ақырғы сатысы. Дәрігерлер маған бүгіннен артық уақыт беріп тұрған жоқ. Менің бұл дүниеден сенің кешіріміңді алмай мойнымдағы үлкен күнәмен ауыр қарғыспен кеткім келмейді. Өтінемін, келші, саған айтатын үлкен құпиям бар. Сен 35 жыл бойы білмей келген, бүкіл өміріңді қорғылған үлкен шындық бар. Шындық? Қандай шындық? Қасымның басы айналып көзінің алды бұлдырап кеткендей болды. Ол телефон тұтқасын саусақтары әппақ болып кеткенше қысып ұстап, үнсіз қалды. Арғы жақтан Саматтың ауыр аңғылы мен медициналық аппараттың бір қалыпты суық дыбысы ғана естілді. Мен сені күтемін. 150 шақырым жердесің ғой, өтінемін Қасым. Соңғы рет, деді де, байланыс кілт үзілді. Ту деген ұзақ суық дыбыс бөлмені қайтадан үрейлі тыныштыққа бөледі. Қасым тұтқаны орнына баяу қойып, сол жердегі көне ағаш орындыққа отыра кетті. Жүрегі кеудесіне сыймай соғып жатты. Ол есін жия алмай, ас үйге қайта барып суып қалған шайнектен кесеге су құйып ішті. Су тамағынан өткенде ғана денесінің дірілі сәл басылғандай болды. Ол көзін жұмып, көз алдына 35 жыл бұрынғы өмірін күл талқан еткен сол бір сұмдық оқиғалар тізбектеліп келе қалды. 1991 жылдың жазы. Ол кезде Қасым 30 жастағы, күш қуаты тасып тұрған ауылдағы үлкен совхоздың бас есепшісі қызметін атқаратын. Ал Самат оның көмекшісі, әрі бала кезден бірге өскен досы болатын. Екеуінің арасынан қыл өтпейтін, қуанышы да реніші де бір. Ауылда бәрі олардың достығын үлгі қылатын. Сол жылы совхоздың үлкен көлемдегі мемлекеттік қаражаты, жұмысшылардың жарты жылдық айлығы мен жаңадан келетін техникаға бөлінген миллиондаған ақшасы сейфтен кенеттен жоғалып кетті. Барлық құжаттарда, ақшаны қабылдап алған қағаздарда бас есепші ретінде Қасымның қолтаңбасы тұрды. Ол кезде одақтың тарап заңның тергеудің ең қатал аяусыз кезі болатын. Ол ақшаны мүлдем көрмегенін, ал сейфтің кілті тек өзінде ғана болғанын айтып, қанша шырылдаса да тергеушілер оны тыңдамады. Ал ең сорақысы,
Жанына пышақтай батқаны оның ең сенімді досы Самат сотта Қасымға қарсы куәлік берді. Ол көзін жыпылықтатпастан Қасымның түнде кеңсеге келіп, сөмкеге ақша салып жатқанын өз көзіммен көрдім. Маған бұл туралы ешкімге айтпа деп ескертті деп жалған сөйледі. Сол бір ауыр жаламен ең жақын достың сатқындығының кесірінен сот Қасымды кінәлі деп тауып 10 жылға бас бостандығынан айырды. Сөйтті де еліміздің қиыр түкпіріндегі қысы ызғарлы, тәртібі ең қатал жабық түрмелердің біріне айдап жіберді. Оның артында жас жары Зейнеп пен 2 баласы тағдырдың тәлкегіне түсіп жалғыз қалды. Түрменің тар қапасында суық, барақтарында өткен 10 жыл Қасымның жастық жалынын, денсаулығын және адамдарға деген сенімін толықтай ұрлап алды. Ол 10 жылдан кейін ауылға басы еңкейіп, шашы ағарып қайтып келгенде, Саматтың ауылдан бір жолы көшіп қалаға барып үлкен байлыққа кенелгенін, зәулім үйлер салып бизнесмен болғанын естіді. Қасым өмір бойы сол бір жаланың күйігімен, ұры деген суық атпен өтті. Зейнеп екеуі қанша қиналса да намысты қолдан бермей, адал еңбекпен балаларын аяққа тұрғызды. Бірақ жүректегі қалған дақ, ең жақын адамының арқадан ұрған пышағы ешқашан жазылған емес. Енді арадан 35 жыл өткенде сатқын дос, өлім аузында жатырмын, кешірім сұраймын, сен білмейтін шындық бар деді бүгін. Бұл не қылған шындық? Неге ол осы уақытқа дейін үндемей келді? Жүрегіндегі ескі жараның аузы қайта тырналған қарт не істерін білмеді. Қасым ас үйдің суық еденінде шықырлатып, әрі-бері жүрді. Оның санасында үлкен соғыс жүріп жатқандай, бір ойы бармаймын, ол маған менің ұрланған жастық шағымды қайтара ала ма? Түрмеде өткен азапты 10 жылымды көз жасын, көл қылған Зейнептің қасіретін, баласының әкесіз өткізген күндерін қайтарып бере ала ма? Жоқ, оның күнәсін мен емес, Алла да кешірмейді. Ол өз тозағында өзі жансын деп ызаға булықты. Бірақ екінші жағынан, оның 65 жылдық ғұмырында жинаған парасаты, мұсылмандық жүрегі мен қазақы болмысы басқаша сөйледі. Ол өліп бара жатыр. Қазақта өліп бара жатқан жаудың да соңғы сөзін тыңдайды дейді. Егер мен бармасам, құпия онымен бірге көрге кетеді. Ал мен өмір бойы сол шындықты біле алмай, іштей мүжіліп өтемін бе? Баруым керек. Оның көзіне тік қарап, соңғы сөзін тыңдауым керек. Бәлкім бұл менің де жаныма, марқұм Зейнептің де рухына тыныштық берер деп ойлады. Ақыры ішкі парасат пен шындыққа деген құштарлық жеңді. Қасым сапарға шығуға бекінді. Әлгінде звондаған нөмірді қағазға жазып алды. Ол үстіне қалың киімдерін киіп белбеуін мықтап буды. Тонның ішкі қалтасына жеке куәлігі мен бірнеше жылдан бері жинап жүрген аздаған зейнетақы ақшасын салды. Үйдің отын сөндіріп, терезелерін бекітті де есікті үлкен қара құлыппен құлыптады. Сыртқа шыққанда күн толық ұясынан көтерілгенімен, аспанды сұр бұлт торлап боран тіпті үдей түскен. Ауланың бұрышында қалың қардың астында көміліп тұрған ескі Нева көлігіне жақындады. Бұл көлік оның көп жылғы жалғыз серігі. Сарыарқаның ойлы-қырлы жолдарында қыстың үскірік аязында ешқашан жолда қалдырмаған темір тұлпары болатын. Қасым көліктің үстіндегі қалың қарды қолымен щеткамен әрең тазалап шықты. Суық жел бетін қарып, сақалына қырау тұрды. Капотты ашып аккумулятордың сымдарын, мотордың майын тексерді. Сосын кабинаға отырып кілтті бұрады. Мотор гүр ете қалған жоқ. Стартердің қинала шыққан дыбысы естілді. Қасым рульді сипап, ал, жан серігім мені мына жолда қалдыра көрме, сәт сапарға баста деп күбірледі. Екінші рет бұрағанда, мотор гүрілдеп Неваның ішіне жан біткендей болды. Пештен баяу ғана жылы ауа шыға бастағанда, Қасым терең демалды. Ол ауладан шықты. Ауылдың шеткі қар құрсауында қалған көшелерімен баяу жүріп отырып үлкен облыстық маңызы бар тас жолға түсті.
Алдында 150 шақырымдық суық тайғақ, үрейлі әрі үлкен жұмбаққа толы қара жол күтіп тұр. Боран жолдың бетін қармен жауып тастағандықтан асфальт мүлдем көрінбейді. Көліктің фарлары ақ түтекті бұзып, алға қарай әрең жылжыды. Айналада бірде-бір көлік көрінбейді. Мұндай ауа райында есі дұрыс адам жолға шықпайтын. Қасым рульді екі қолымен мықтап ұстап алға қарай келе жатып, бұл сапардың оның өміріндегі ең соңғы үлкен шытырман мен 35 жылдық тағдыр тәлкегінің түйінін шешетін ұлы жол болатынын іштей сезді. Кенет жолдан 30 шақырымдай ұзағанда, боранның арасынан көліктің жарығы жол шетінде тұрған ескі қара көліктің сұлбасын шалды. Жігіт жүгіріп барып, көлігінің артқы есігін ашты. Ол жерден үстіне қалың көрпе жамылған жүктілігі соңғы айларында екені анық білініп тұрған жас келіншекті демеп шығарды. Келіншектің есімі Айнұр, ал күйеуінің аты Асхат екен. Олар қаладан шығып, навигатордың көрсетуімен жол қысқартамыз деп, осы ескі қара жолға түсіп кеткен көрінеді. Нағыз қаланың жастары даланың заңын да боранының қаупін де ескермеген. Асхат пен Айнұр Ниваның артқы орындығына жайғасты. Келіншек тоңғанынан қатты дірілдеп ішін құшақтап, баяу оңқылдап отырды. Асхат оның қолдарын үрлеп жылытуға тырысып, өзі де есін жия алмай отырды. Рахмет ата, сәл кешіккенде не боларын білмеймін, көліктің іші мұзға айналып бара жатқан еді, деді Асхат тісі тісіне тимей. Жолға бұлай дайындықсыз шығуға болмайды шырағым. Даланың мінезі қатал, ол қателікті кешірмейді. Бастарыңда бөркіңде жоқ қой, мынау не киім деп Қасым кейістік білдірді. Бірақ жүзінде үлкен алаңдаушылық бар. Өйткені енді оның иығында жалғыз өзінің емес, тағы екі адамның, тіпті дүниеге келе жатқан бейкүнә Шарананың тағдыры мен өмірі жүктелді. Көлік қайта қозғалды. Боран бұрынғыдан да үдеп, жол мүлдем көрінбей кетті. Нива қарды бұзып алға қарай әрең жылжып келеді. Іштегі пештің жылуы Айнұрды сәл тыныштандырғандай болды, бірақ ол кенеттен қатты дыбыс шығарып, белін ұстап алға қарай еңкейді. Асхат, ішім қатты ауырып барады, бала төмен тартып жатыр, деді Айнұр үрейлі жыламсыраған дауыспен. Асхаттың түсі қашып, көздері шарасынан шыға жаздады. Айнұр, шыдашы, өтінемін, қазір жетеміз. Ата, жақын маңайда аурухана немесе бір елді мекен бар ма? Оның босанатын мерзімі іс жүзінде келесі апта еді. Мына үрей мен суықтан толғағы ерте басталған сияқты. Не істейміз? Деп Асхат шарасызданды. Қасым іштей бекем болуға тырысқанымен жүрегі дүрсілдеп кетті. Алда әлі 100 шақырымнан астам иен дала бар. Ал артында боранның ортасында ескі көлікте босанайын деп отырған келіншек. Бұл нағыз тығырық. Дәл осы сәтте боранның ең күшейген шағында Ниваның алдыңғы терезесінің алдынан тағы бір нәрсе көрінді. Жолдың қақ ортасында, фардың жарығында бір адам екі қолын сермеп көлікті тоқтатуды өтініп тұр. Оның үсті басы малшылардың қалың қаусырма тон киімі, бірақ бет-аузын үсік шалғандай көрінді. Ең қорқыныштысы оның ақ тонның жеңдерінде және кеудесінде қызыл қан іздері анық байқалатын. Қасым тежегішті басты. Көлік тайғанақтап жолдың шетіне қарай ығысып барып әрең тоқтады. Асхат артқы орындықтан алға ұмтылып, ата, тоқтамаңыз, мынау кім өзі? Мынадай боранда түнде үсті басы қан адамның жолда тұруы мүмкін емес. Бұл қарақшылар болуы мүмкін. Жүре беріңіз, өтінемін, деп қорыққаннан айқайлады. Бірақ Қасым дала заңын бұза алмайтын. Ол есікті ашып сыртқа шықты. Соққан жел оны артқа қарай итерді. Жолда тұрған адам көлікке жақындап келді. Оның көздерінен үлкен қайғы мен шаршау көрінетін. Ол егде жастағы жүзі таныс көрші ауылдың малшысы Бақытбек екен. Қасым сенсің бе? Көмектес. Қыстаудағы мал қораға қасқырлар шапты. Менің көмекшім жас жігітті қасқыр тартты. Ол қансырап жатыр. Маған көмек керек, оны құтқару керек, деп Бақытбек Қасымның тонынан ұстап жылап жіберді.
Қасым есеңгіреп қалды. Бір жағында көлік ішінде толғатып жатқан, аяғы ауыр келіншек пен үрейленген қала жігіті. Екінші жағында бірнеше шақырым жердегі қыстауда қасқырдан жараланып өлім аузында жатқан тағы бір адам. Сондай-ақ алда оны өз дәрісін күтіп отырған науқас қарындасы Мадина мен өлім төсегінде жатқан бұрынғы досы Самат бар. Қасым қарт ауыр таңдаудың алдында тұрды. Егер ол тікелей қалаға тартса, қыстаудағы жаралы жігіт қансырап өледі. Егер қыстауға бұрылса, Айнұрдың көлік ішінде босанып қою қаупі жоғары. Бірақ қарттың тәжірибесі мен суыққандылығы бұл сәтте жеңіп шықты. Бақытбек, тез көлікке отыр, алдыңғы орындыққа жайғас. Асхат арттағы келіншегіңді құшақтап демеп отыр. Біз қыстауға бұрыламыз. Ол жерде үй бар, пеш бар. Келіншекті суық көліктен қара үйге кіргізіп, жан шақыртпасақ, мына боранда жолда қаламыз, деді Қасым нық дауыспен. Бақытбек көлікке отырды. Оның үстіндегі қан мен суықтың иісі кабинаға жайылды. Асхат қорқыныштан үнсіз қалды, бірақ әйелінің жағдайы үшін қарттың айтқанына көнуге мәжбүр болды. Нива негізгі тас жолдан шығып қыстауға апаратын мүлдем қар басып қалған соқпаққа түсті. Көлік әрбір метрді қиындықпен бағындырып, қар құрсауын бұзып келеді. Қыстауға жете бергенде көліктің фары жарығына қара көлеңке шағылысты. Олардың көздері қараңғыда жасыл оттай жанып тұрған қасқырлар. Олар қыстаудың маңын әлі де айналсоқтап қанның иісінен шыға алмай жүргені көрінді. Көліктің даусынан үркіп олар сәл шегінгенімен толық кеткен жоқ. Қасым көлікті ескі ағаш үйдің есігінің алдына дәлдеп қойды. Бақытбек, Асқат, тез келінді үйге кіргізіңдер. Мен көліктен қалмай арттарыңнан кіремін. Көлікте мылтық бар, деді Қасым артқы жүк салғыштан өзінің ескі аңшы мылтығын алып жатып. Ескі ағаш үйдің есігі тарс жабылып, Қасым қарт үлкен темір ысырманы орнына салғанда ғана кабинадағы үрейлі топ сәл дем алғандай болды. Сыртта құтырынған ақ боран үйдің қабырғаларын соққылап, шатырын жұлқылайды. Бұл малшылар қыстауының іші суық, әрі қараңғы, пешке жаңа ғана салынған құрғақ томарлар мен сексеуілдің шоғы әлі толық жана қоймағандықтан, бөлме ортасында көк түтін аңқиды. Бақытбек малшы дереу қалтасынан сіріңке шығарып, үстел үстінде тұрған шамды жақты. Бөлмеден Мұрат жігіт көрінді. Оның оң жақ саны мен иығын жабайы жыртқыш осып кеткен. Киімі жыртылып, қансырағаннан өңі қуарып кеткен екен. Қасым, мына жігіт өліп барады, атпен қалаға шықпақ болып ем, жолдан қайттым. Әлсіз сары жарық бөлменің ішін мұңды көлеңкеге толтырды. Төрдегі темір кереуеттің үстінде үсті басы қан, ес-түссіз жатқан 22 жасар Мұрат. Қанды тоқтаталар емеспін, тамыры қиылған ба қалай өзі, деді Бақытбек даусы дірілдеп, қолдары қан-қан. Дәл осы сәтте үйдің бұрышына жерге төселген ескі көрпешелердің үстіне жайғастырылған Айнұр тағы да ащы дауыспен шыңғырып жіберді. Оның толғағы енді 5-ақ минут сайын қайталанып, нағыз шешуші сәт таяп қалғанын аңғартты. Асхат әйелінің қасына тізерлеп отырып, оның маңдайынан аққан суық терді жеңімен сүртті. Ата, не істейміз? Мына жерде ешқандай жағдай жоқ қой. Антисептикте, дәрігерде жоқ. Ол босанайын деп жатыр, өтінемін көмектесіңізші, деп Асхат қиналған дауыспен Қасымға қарады. Қалада өскен, үнемі заманауи таза емханаларға сенген жас жігіт үшін мынандай жағдай нағыз тығырық еді. Қасым қарт иығындағы қалың тонын шешіп, мылтығын бұрышқа сүйеп қойды. Оның жасы 65-те болса да, өмірде талай қиындықты көрген, әскери қызметте де, түрменің суық лагеріндегі ауыр жұмыстарда да жарақат алғандарға алғашқы көмек көрсетуді үйренген тәжірибесі бар болатын. Асхат, есіңді жи. Жылаумен іс бітпейді, қазір сен маған көмекші боласың. Бақытбек, пешке тез отын таста, су жылыт. Мына жігіттің жарасын жуып, таңып тастамасақ қансырап кетеді, деді Қасым сабырлы, бірақ әмірлі үнмен. Оның бұл суыққандылығы бөлмедегілерге үлкен жігер берді. Қасым Ниваның жүк салғышынан өзімен бірге алып шыққан
таза маталары мен қарындасы Мадинаға апара жатқан дәрі-дәрмек салынған қоржынды үйге алып келді. Бақытбектің үйіндегі жалғыз темір құманға су толтырып, пештің үстіне қойды. Ол алдымен жаралы Мұраттың қасына барды, қоржынынан спирт пен мақтаны алып, жараның бетін тазалай бастады. Спиртті ашық жараға басқанда ес-түссіз жатқан жігіт ауырсынудан ыңқылдап, денесі жиырылып кетті. Бақытбек, мына жігіттің жарасы терең, бірақ сүйегі аман екен. Тамырын мықтап қысып тұрып, таза дәкемен таңып тастадым. Енді тек қан тоқтауын күту керек. Бұл жігіттің жаны берік, жастық алады. Қазір бізге ең бастысы мына келіншек, деді Қасым маңдайының терін қолының сыртымен сүртіп тұрып. Айнұрдың айқайы үйдің ішін кернеп кетті. Оның суы кетіп, нәрестенің дүниеге келу процесі нағыз шегіне жеткен. Асқат қорқыныштан әйелінің қолын қысып көзін жұмып алды. Қасым Бақытбек әкелген жылы суға қолын жуып, Айнұрдың қасына жақындады. Айналайын, шыда, сен анасың, күшіңді жина. Мен уақытында ауылда мал дәрігері де болғам, зоотехникте болғам. Адамның да жануардың да талай-талай қиналып босанғанын көргенмін. Табиғаттың заңы бір, терең демалда күшен, деді Қасым үлкендік мейіріммен. Сыртта боран ұлып, ескі үйдің ағаш терезелерін жел соққылап тұрған сәтте, осы бір қараңғы бөлмеде жаңа өмірдің басталуы жүріп жатты. Айнұр соңғы күшін салып күйеуінің қолын тістей отырып, шыңғырғанда бөлме ішін шақалақтың ащы бірақ сондай жағымды дауысы жарып жіберді. Ұл бала дүниеге келді. Асқаттың көзінен жас парлап кетті. Ол қуаныштан не істерін білмей әйелін де, баланы да құшақтай алмай дірілдеп тұрды. Қасым нәрестенің кіндігін арнайы тазартылған қайшымен баяу кесіп, таза жылы түкті сүлгіге орады. Баланы Айнұрдың бауырына басқанда, жас ананың шаршаған жүзіне шексіз бақыт ұялады. Рахмет сізге, ата. Сіз болмағанда біз мына далада не істер едік, деп сыбырлады Айнұр әлсіз дауыспен. Нәрестенің ширақ үні ес-түссіз жатқан Мұраттың да санасына әсер еткендей болды. Ол көзін баяу ашып жан-жағына таңырқай қарады. Бақытбек қуанып кетіп, оған жылы суын берді. Осылайша бұл суық қыстау бір мезетте екі бірдей адамның өмірін сақтап қалған қасиетті мекенге айналды. Бауы берік болсын, мынандай қысылтаяң шақта туған баланың ғұмыры ұзақ болады, деді Бақытбек пешке тағы да отын тастап жатып. Алайда Қасым қарттың ішкі мазасыздығы басылар емес. Ол қолындағы көне механикалық сағатына қарады. Таңғы сағат 7:30-нан асқан болатын. Қаладағы ауруханада өлім аузында жатқан бұрынғы досы Саматтың бүгіннен артық уақытым жоқ. Менің мойнымда күнә бар, шындықты біл, деген сөздері санасында жаңғырып тұрды. 35 жыл бойы өзін ұры деп айыптап, 10 жыл түрмеге жаптырған адамның соңғы сөзін есту Қасымның өмірлік ақиқаты. Егер ол қазір жолға шықпаса, Самат мына дүниеден өтіп кетеді, ал құпия мәңгілікке көміледі. Қасым терезеге жақындап сыртқа қарады. Боран сәл саябырсығандай болғанымен, қардың қалыңдығы соншалық жол мүлдем көрінбейді. Ниваның моторын ол өшірмей қалдырған болатын, бірақ оның жанармайы да мәңгілік емес. Көлік өшсе аккумулятор отырады, сосын бұл жерден шығу тіпті мүмкін болмайды. Бақытбек, мен жолға шығуым керек, көліктің майын суын қарап қалаға тартамын. Мына келіншекпен нәрестеге жылы орын дайындаңдар. Мұраттың да қаны тоқтады, енді бұларға қауіпі жоқ. Ал менің минуттарым санаулы, деді Қасым тонын қайта киіп жатып. Асқат орнынан тұрып Қасымның алдына келді. Ата, сіз жалғыз кетпексіз бе? Мынадай жолда бір өзіңізге қиын болады. Көлік қарға батып қалса кім итереді? Мен сізбен бірге барайын. Әйелім мен балам мына Бақытбек ағаның қасында қауіпсіз жерде, деді жігіт, қарттың алдында өзін қарыздар сезініп. Қасым жас жігіттің жүзіне қарап, оның ниетіне риза болды. Жоқ, балам, сен қазір әке болдың, жарыңның балаңның қасында бол. Оларға қазір сенің жылуың керек. Ал менің жолым менің жеке есебім.
Оны өзім ғана шешуім керек деді де есікке беттеді. Дәл осы сәтте Асхаттың көліктен алып шыққан, үстел үстінде тұрған күртешесінің ішкі қалтасынан ұялы телефон шыр ете қалды. Бұл далада байланыс өте нашар ұстайтын, бірақ қыстаудың биік төбеде орналасқандығынан ба, әлсіз бір-екі таяқша белгі көрсетіп тұр. Асхат телефонды алып жауап берді де таң қалып Қасымға бұрылды. Ата, мұнда облыстық аурухананың жансақтау бөлімінен хабарласып тұр. Мен қалалық аурухананың дәрігерлерімен ешқандай байланыста емес едім. Асхат таңданысын жасыра алмады. Қасымның жүрегі мұздап кеткендей болды. Ол Асхаттың қолынан телефонды жұлып алғандай етіп алды да, «Алло, мен тыңдап тұрмын», деді қарттың даусы дірілдеп. Тұтқаның арғы жағынан Саматтың емес, бейтаныс әйелдің кезекші дәрігердің суық та ресми даусы естілді. «Сәлеметсіз бе? Бұл Самат Ахметовтың жақындары ма?» Ол кісі есін жинап, соңғы рет осы нөмірді терді де, «Қасымды табыңдар, ол жолда келе жатыр. Менің уақытым бітті», деп қиылып сұрады. «Біз оның телефонынан соңғы шыққан қоңыраулар тізімі бойынша осы нөмерге хабарласып тұрмыз. Егер сіз Қасым болсаңыз тездетіңіз. Оның жағдайы өте ауыр. Жасанды тыныс алу аппаратында жатыр», деді дәрігер. Қасым телефон тұтқасын қысып ұстап үнсіз қалды. Оның есіне бәрі енді түсті. Ақыр аяғында бүгін өзі жолға шығып бара жатқанын, Саматқа ескерту үшін дәл осы Асхаттың телефонын сұрап алып, хабарласқан өзі емес пе еді? Демек, Самат өзіне қайта хабарласқанда, байланыс үзілген соң соңғы күшін салып, осы Асхаттың нөмерін өзіне соңғы болып қоңырау соққан тұтқанның арғы жағында Қасым отырған нөмірді қайта терген бе? Бұл тағдырдың әлде бір тылсым байланысы ма, әлде нағыз қателігі ме, әлде тәлкегі ме еді? Қасым бұл сұрақтың жауабын білмеді, бірақ уақыттың мүлдем қалмағанын түсінді. Ол телефонды Асхатқа қайтарып берді де мылтығын алып есікті жұлқи ашып сыртқа шықты. Алда оны өмірдің ең үлкен құпиясы мен ақырғы шайқасы күтіп тұрған. Қасым қарт қыстау үйінің ауыр ағаш есігін артына қарай серпіп жауып, сыртқа шыққанда ақ түтек боран бетін аяусыз сабалап кетті. Суық ауа өкпесін қарып тынысын тарылтты. Қолындағы телефонды Асхатқа қайтарып бергенімен құлағында әлі де дәрігердің суық үні жаңғырып тұр еді. «Тездетіңіз, оның уақыты аз қалды». 35 жыл бойы көкірегінде шер болып байланған, өмірін екіге бөліп жастық шағын тордың артында шіріткен, сол бір сұмдық қиянаттың жұмбағы дәл қазір, осы сәтте облыстық аурухананың жансақтау бөлмесінде үзілгелі жатқан Саматтың ернінде тұр. Егер Қасым мынадай дүлей боранды бұзып, қалаға уақытында жете алмаса, шындық Саматпен бірге қара жердің қойнына мәңгілікке көміледі. Ол өмір бойы совхоздың ақшасын ұрланған ұры деген қара күйемен өтуге мәжбүр болады. Намыс пен ақиқатқа деген құштарлық 65-тегі қарттың денесіне жас жігіттің күш қуатын құйғандай болды. Ол қарды тізеден кеше отырып, Неваға қарай ұмтылды. Көліктің моторы біраздан бері өшірілмей, бір қалыпты гүрілдеп тұрғанымен жанармай бағының көрсеткіші жартыдан төмен түсіп кеткен екен. Бұл қалаға дейінгі 100 шақырымдық ауыр қарлы жолға әрең жетуі мүмкін. Қасым мылтығын артқы орындыққа тастап рульге отырды. Фонардың әлсіз жарығымен алдыңғы әйнектің мұзын қолғабымен ысырып жіберді де, берілісті қосып газды басты. Нива артқа қарай шегініп сосын алға ұмтылғанда, дөңгелектері қар астындағы мұзға тайғанап орнынан қозғала қоймады. Мотор гүрілдеп дөңгелектер бос айналды. «Ал жануарым, сыр берме. Бүгін менің бүкіл тағдырым сенің қолыңда», деп Қасым рульді сипап, іштей Құдайға сыйынды. Ол берілісті төмендетіп, көлікті ары-бері теңселтті. Нива бірнеше рет алға артқа жұлқынып барып, ақыры қалың қар құрсауын бұзып, қыстаудың ауласына шығатын соқпаққа түсті. Негізгі тас жолға шыққанда Қасымның көз алдына нағыз үрейлі көрініс келді. Жол мүлдем жоқ.
Аспан мен жер тұтасып ақ түтек дүниеге айналған. Жел көлікті жолдан шығарып жібергісі келгенде жан-жағынан соққылайды. Фардың жарығы алдағы 5 метрден артық жерді көрсетпейді. Қасым тек жолдың шетіндегі сирек көрінетін ағаштар мен электр бағаналарының сұлбасына қарап ішкі түйсігімен бағыт алып отырды. Жылдамдық сағатына 30-40 шақырымнан аспады. Әрбір шақырым сайын уақыт сырғып бара жатты. Ол іште есептеді. Бұл жүріспен қалаға кем дегенде 3-4 сағатта әрең жетеді. Ал ауруханадағы Саматтың сағаттары емес, мүмкін минуттары ғана қалған шығар. Жүрегі қысылып, маңдайынан суық тер ақты. Кенет жолдың ортасында қарға көміліп, біржола тоқтап қалған үлкен жүк көлігі көрінді. Оның жүргізушісі кабинаның ішінде тоңып қалмау үшін пешін жағып отырған болуы керек, бірақ сыртқа шығуға батылы бармаған. КамАЗ жолды толықтай жауып тұр. Қасым тежегішті басты. Көлік тайғанақтап барып жүк көлігінің артқы дөңгелегіне 1 метр қалғанда әрең тоқтады. Қасым терезені түсіріп сыртқа айқайлады. КамАЗдың есігі ашылып, ішінен қалың киінген жүргізуші басын шығарды. Жолақ жабық, алда үлкен қар көшкіні жолды бекітіп тастаған. Жеңіл көлікпен өте алмайсың. Қария, кері қайт, үсіп өлесің деп айқайлады жүргізуші. Маған кері қайтуға болмайды балам. Менің өлім аузында жатқан адамым бар, жетпесем болмайды. Айналып өтетін соқпақ бар ма, деді Қасым жан ұшыра. Мына жерден оңға қарай ескі грейдер жолы шығады. Ол тікелей теміржол бекетінің жанымен қалаға барады. Бірақ ол жерді қар басып қалған. Сенің мына Ниваң өте ала ма білмеймін. Тәуекел етсең өзің біл, деді де жүргізуші басын шайқап. Кері қайтты. Қасым бір сәтке де бөгелместен көлігін оңға бұрды. Бұл ескі грейдер жолы совхоз уақытында мал тасу үшін пайдаланылатын. Қазір ешкім жүрмейтін иен соқпақ болатын. Мұнда қар тіпті қалың. Нива қарда алдыңғы бампермен итеріп, моторы ақырғы күшімен гүрілдеп алға жылжыды. Көліктің ішінде мотордың қызып кеткен иісі келді. Қасым датчикке қарады, судың температурасы қызыл сызыққа жақындап тұр екен. Көлікті тоқтатса қайта от алмай қалуы мүмкін. Ал тоқтатпаса мотор жанып кетуі ықтимал. Осы бір қиын сәтте оның санасында тағы да 1991 жылдың сол бір қаралы күндері жаңғырды. Ол сот залында отырғанда Саматтың өзіне тіке қарай алмай, көзін төмен түсіріп, «Иә, Қасымның сейфтен ақшаны алып сөмкеге салғанын көрдім» деген сөздері құлағына қайта келді. Сол сәтте Қасымның Саматқа «Сен менің досым едің ғой, неге өтірік айтасың? Менің балам мен жарымның обал сауабынан қорықпайсың ба?» деп айқайлағаны, айдауылдардың өзін жұлқылап алып кеткені көз алдынан өтті. 10 жыл бойы түнек түрменің аязында ағаш кесіп, қолы мұз болып қалғанда да түнде барақта жатып, осы бір Саматтың сатқындығын ойлап жүрегі қанжылайтын. «Жоқ, Самат, сен маған сол шындықты айтпай мына дүниеден кете алмайсың. Мен сені кешіру үшін емес, ақиқатты есту үшін келе жатырмын» деп Қасым рульді соққылап, газды аяусыз басты. Нива соңғы күшін салып, қар үйіндісінен атып шығып, ескі теміржол өткеліне таяп келді. Теміржол өткеліне жеткенде Қасым тағы бір кедергіге тап болды. Өткелдің шлагбаумы жабық тұр екен, және алыстан пойыздың суық гудогы естілді. Боран арасынан үлкен жүк пойызының жарығы көрінді. Өткел күзетшісінің шағын үйшігінен егде жастағы бір адам шығып, көлікке жақындады. «Ақсақал, пойыз өтіп кеткенше күту керек», деді күзетші. Қасым көліктен түсіп, күзетшінің қасына барды. Оның сақалы мен қасы әппақ қырау болып кеткен. «Бауырым, менің күтуге 1 секундым жоқ. Қаладағы ауруханада жақыным ауыр халде жатыр, соңғы демі қалды. Өтінемін, шлагбаумды ашшы. Пойыз әлі алыс қой, өтіп үлгеремін» деп Қасым күзетшінің қолынан ұстады. Күзетші қарттың көзіндегі шексіз күйзеліс пен намысты көріп, бір сәт тоқтап қалды. Ол да көпті көрген адам еді. Бұл қарттың жай ғана асығып бара жатпағанын, бұл сапардың артында үлкен тағдыр тұрғанын сезді. «Жақсы, тәуекел.
Тез өтіп кетіңіз, деді де күзетші жүгіріп барып шлагбаумды қолмен көтерді. Қасым көлікке секіріп мініп газды басты. Нива теміржол рельстерінің үстінен секіріп өткен сәтте үлкен локомотив олардың артынан бірнеше ондаған метр жерден зымырап өтті. Пойыздың соққан желі көлікті шайқалтып жіберді. Бірақ Қасым рульді жіберген жоқ. Өткел артта қалды. Алда қаланың алғашқы шамдары бұлдырап көріне бастады. Таңғы сағат 9-ға жақындағанда Қасым қарттың көлігі облыс орталығының шетіне ілікті. Қала ішінде де қар қалың, бірақ тазалау техникалары жұмыс істеп жатқандықтан жүру сәл жеңілдеді. Ниваның мотордан шыққан түтінмен бұл көліктің артынан басып қалған темір тұлпарда ақырғы деммен келе жатқандай. Қасым облыстық аурухананың үлкен ғимаратының алдына келіп тоқтады. Көліктің кілтін бұрап өшіргенде мотордан бір түрлі сықыр шығып біржолата тынышталды. Көлік өз міндетін атқарды. Қасым тонын киген бойда есікті ашып аурухананың қабылдау бөліміне қарай жүгірді. Оның аяқтары шаршағаннан дірілдеп жүрегі аузына тығылды. Аурухананың іші жылы, дәрі-дәрмектің иісі қолқаны қабады. Ол кезекші медбикеге жүгіріп барып, Самат Ахметов, жансақтау бөлімі, мен Қасыммын, мені шақырған еді, деді демігіп. Медбике оған қарап дереу телефонмен біреуге хабарласты. Сәлден соң дәліздің түкпірінен үстіне жасыл халат киген жаңағы телефонмен сөйлескен әйел дәрігер шықты. Оның жүзінен суық хабар байқалатын. Дәрігер Қасымның қасына келіп басын баяу шайқады. Қасым ақсақал, сіз бе? Кешіктіңіз. Осыдан 10 минут бұрын Самат Ахметовтың жүрегі біржола тоқтады. Біз бәрін жасадық, бірақ оның ағзасы шыдамады. Ол соңғы деміне дейін сіздің есіміңізді айтып күтумен өтті, деді. Қасымның төбесінен жай түскендей болды. Ол қабырғаға сүйеніп, баяу төмен сырғыды. 35 жылдық күту, мынадай дүлей боранмен жасалған жан қиярлық шайқас, бәрі тек 10 минуттық кешігудің кесірінен еш кеткен беді. Самат құпияны өзімен бірге алып кетті ме? Дәліздегі суық тыныштықты дәрігердің келесі сөзі бұзып жіберді. Бірақ ол кісі қайтыс болар алдында есін біліп тұрғанда сізге арнап бір нәрсе қалдырды. Медбикеге аманаттап кеткен еді, ескі дәптер мен хат бар, деді дәрігер қалтасынан ақ конвертті шығарып жатып. Тағдыр тәлкегі әлі аяқталмаған еді. Самат соңғы шындықты қағаз бетіне түсіріп кеткен бе? Облыстық аурухананың жансақтау бөлімінің дәлізі жым-жырт. Тек қабырғадағы электронды сағаттың секундтары ғана бір қалыпты соғып уақыттың тоқтаусыз ағып бара жатқанын ескертеді. Қасым қарт ескі ағаш орындыққа отырған бойы қозғала алмай қалды. Оның әппақ қырау тұрған сақалы мен шашы аурухананың жылы ауасынан еріп, бетімен төмен қарай су сияқты ағып жатты. Бірақ ол мұны сезер емес, оның бүкіл санасын тек бірақ ой торлап алған. 10 минут, бар болғаны 10 минут кешіктім. 35 жыл бойы күткен сәті, мынадай дүлей боранмен қасқырлармен табиғаттың қатал мінезімен алысып, өткен жан қиярлық жолы сәтсіз аяқталғандай көрінді. Самат оның кешірімін ала алмай-ақ, Қасым оның соңғы сөзін ести алмай арманда кетті. Қарт екі қолымен бетін басып терең күрсінді. Оның иығы шаршағаннан және ішкі күйзелістен дірілдеп кетті. Дәрігер әйел оның қасына баяу жақындап иығынан сипады. Оның қолында 4 бүктелген ескі, шеті сарғайған ақ конверт пен қалың көк мұқабалы дәптер бар. Қасым ақсақал, өзіңізді қолға алыңыз, өмір мен өлім жаратқанның ісі. Самат Ахметов соңғы күнде тек осы дәптерді жазумен болды. Ол сіздің келетініңізге бек сенімді еді. Егер үлгірмей кетсем, мынаны тек Қасымның өз қолына беріңдер. Мұнда менің 35 жылдық тозағым мен ақиқатым жатыр деп, қайта-қайта шегелеп айтты, деді дәрігер даусын бәсеңдетіп. Қасым басын көтеріп дірілдеген саусақтарымен ескі хат пен дәптерді алды.
Хаттың сыртына сиясы кеппеген әлсіз қолмен жазылған «Қасым досыма соңғы хат» деген жазу анық көрінеді. Бұл жазуды көргенде Қасымның көз алдына осыдан 40 жыл бұрын совхоз кеңсесінде бірге отырып есеп-қисап жүргізген, бірге күліп, бірге жүрген жас Саматтың бейнесі келді. Ол хатты ашуға жүрексініп біраз уақыт ұстап отырды. Сосын тағдырдың бұл сыйына да бас иіп, конверттің шетінен баяу жыртты. Хаттың ішіндегі қағаз Саматтың аурухана төсегінде дірілдеген қолмен жазған сия іздеріне толы. Кейбір тұстары көз жасы тамып, сиясы жайылып кеткен екен. Қасым көзілдірігін тағып хатты іштей оқи бастады. Қасым, досым, егер сен мына хатты оқып отырсаң, демек мен бұл фәни дүниеде жоқпын. Мен сенің алдыңда ғана емес, Алланың да алдында ең ауыр күнәр қалаған сорлы адаммын. 35 жыл бұрын мен саған қиянат жасадым. Сені 10 жылға ит жеккенге айдатып, отбасыңды қараусыз қалдырған менің қорқақтығым мен нәпсім. 1991 жылдың сол бір шілде айы есіңде шығар. Совхоздың миллиондаған қаражаты сейфтен жоғалған түн. Сейфтің кілті тек сенде ғана болды деп бәрі сені айыптады, бірақ олар шындықты білмеді. Сол түннің алдында совхоз директоры мен аудандық комитеттің үлкен бастықтары маған келді. Олар одақтың тарайтынын, жуырда үлкен өзгерістер болатынын біліп, совхоздың бүкіл ақшасын өздері ұрлап шетелге асырмақ болды. Ал сейфтің екінші кілтін олар сен жоқта сенің пиджагының қалтасынан алып, слепкісін жасатып алған екен. Олар ақшаны түнде тонап кетті, ал маған егер сотта Қасымға қарсы куәлік бермесең, сені де сенің кәрі шешеңді де жоқ қыламыз. Ал егер біз айтқанда істесең, саған қаладан үлкен бизнес ашып береміз, бай боласың, деп қолыма үлкен көлемде ақша ұстатты. Мен қорықтым. Қасым, кәрі шешем мен өз басымды ойлап нәпсіге еріп, жан досымды сатып кеттім. Сотта сенің бетіңе қарай алмай өтірік айтқанымда, жүрегім тілім тілінген еді. Сені алып кеткенде мен өз жанымды шайтанға сатып жібергенімді түсіндім. Қасым хатты оқып отырып тістерін шықырлатты. Көзінен аққан ыстық жас сақалына тамды. Демек бәрі алдын ала ұйымдастырылған үлкен жүйенің құрбаны болған екен ғой. Ол Саматты ғана кінәлап келсе, бұл істің артында үлкен шенеуніктер мен билік иелері тұрған болып шықты. Ол хатты ары қарай оқыды. Сен түрмеге кеткен соң, олар маған уәде еткен ақшасын берді. Мен қалаға көшіп, үлкен кәсіп бастадым. Сырт көзге мен өте бай бақытты адам болып көріндім. Зәулім үй салдым, қымбат көлік міндім. Бірақ Қасым, сен сенбейсің ғой, мен 35 жыл бойы бірде-бір түн тыныш ұйықтаған емеспін. Әрбір түнде көзімді жұмсам, сенің сот залындағы «Сен менің досым едің ғой, неге өтірік айтасың» деген даусың құлағымнан кетпейтін. Құдай мені ақшамен жазалады. Жиған байлығым маған ешқандай бақыт әкелмеді. Жалғыз ұлым 20 жасында көлік апатынан қайтыс болды. Әйелім ауыр науқастан көз жұмды. Мен үлкен зәулім үйде жалғыз қалдым. Осыдан 2 жыл бұрын маған дәрігерлер қатерлі ісік деген диагноз қойғанда, мен мұны Құдайдың маған берген жазасы деп қабылдадым. Сен түрмеде 10 жыл отырсаң, мен өз байлығымның ішінде 35 жыл бойы рухани түрмеде отырдым. Қасым, менің барлық жиған терген байлығым, банктегі есепшоттарым мен қаладағы жылжымайтын мүліктерімнің бәрі заңды түрде сенің балаларың мен сенің атыңа өсиет хатпен рәсімделді. Мен ол арам ақшаны өзіммен бірге о дүниеге алып кете алмаймын. Ол ақша сенің ұрланған жастығыңның, Зейнептің көз жасының өтеуі. Мына көк дәптердің ішінде сол уақыттағы совхоз директоры мен бастықтардың барлық қылмыстық схемалары, құжаттары мен қолтаңбалары бар. Олардың көбі қазір қартайды, кейбірі үлкен қызметте отыр. Бұл дәптерді прокуратураға өткіз. Сенің есімің заң жүзінде ақталуы керек. Мені кешір, досым. Кешіре алсаң кешір. Хат осымен аяқталды.
Қасым хатты үстел үстіне қойып терең демалды. Оның жүрегіндегі 35 жыл бойғы ыза, кек, өкініш кенеттен ғайып болғандай болды. Оның орнына тек үлкен бір бостық пен аяныш сезімі ұялады. Самат байлықтың ішінде жүріп өзін іштей жеп тауысқан екен. Тағдыр тәлкегі деген осы еді. Бірін сырттай қинаса, екіншісін іштей құртқан. Қасым орнынан баяу тұрды. Дәрігер әйелге қарап, маған оны соңғы рет көруге рұқсат етіңізші деді. Дәрігер қарсылық білдірген жоқ. Ол есікті ашып Қасымды жансақтау бөлмесіне кіргізді. Бөлме ішінде түрлі медициналық аппараттар өшірулі тұр. Төсектің үстінде әппақ жаймамен жабылған дененің сұлбасы көрінеді. Қасым төсекке жақындап жайманың шетін баяу түсірді. Саматтың жүзі өте арық қуарып кеткен екен. Бірақ оның өлі жүзінде қорқыныш емес, үлкен бір тыныштық бардай көрінді. Ол соңғы аманатын қалдырып кеткеніне іштей риза болғандай. Қасым оның суық маңдайына қолын қойды. Өткен күннің барлық реніштері, түрменің суығы, көрген қорлықтары көз алдынан бір-бірлеп өтіп, даланың ақ боранына сіңіп кеткендей болды. Мен сені кешірдім, Самат. Алла да сені кешірсін. Бақилық мекенің жәннат болсын. Жандосым, деді Қасым сыбырлап. Оның даусынан енді ешқандай ыза естілмеді. Бұл нағыз парасатты қарттың өмірдің мәнін түсінген адамның кешірімі. Ол бөлмеден шығып аурухананың сыртқы есігіне беттеді. Қолында көк дәптермен Саматтың хаты қысылып тұрды. Сыртқа шыққанда таңғажайып көрініске тап болды. Түннен бері құтырынған сарыарқаның дүлей бораны кенеттен басылып, аспан ашылып кеткен екен. Жарқыраған қысқы күннің сәулесі ақ қардың үстіне түсіп айналаны күмістей құлпыртып тұрды. Табиғаттың да мінезі Қасымның ішкі дүниесі сияқты тынышталғандай. Ол ескі небасына жақындады. Енді оның алдында үлкен міндет тұрды. Өз есімін ақтау және қыстауда қалған кішкентай Қасым мен оның ата-анасына көмектесу. Тағдыр оған өмірінің соңында жаңа бір парақ ашып берді. Ауруханадан шыққан Қасым қарт бірден қалалық прокуратура ғимаратына беттеді. Сырттағы күн шуақты болғанымен, оның иығына түскен 35 жылдық жүктің салмағы әлі де басып тұрғандай. Оның қолында Саматтың соңғы хаты мен көк мұқабалы қалың дәптері қысылып тұрды. Бұл дәптер жай ғана қағаз емес, бір адамның тағдырын талқандаған, екіншісін іштей жеп тауысқан үлкен қылмыстық жүйенің бет-пердесін ашатын жалғыз куәгер болатын. Ғимараттың іші салқын әрі ресми. Жарық дәліздермен жүріп отырып, Қасым қабылдау бөліміндегі жас маманға өзінің шаруасын түсіндірді. Оның аға тергеуші 35 жастардағы есті жігіт Мұрат Саятов өз кабинетінде қабылдады. Ақсақал, қош келдіңіз, қандай мәселемен келдіңіз, деді тергеуші, қарттың үстіндегі ескі тонымен шаршаған жүзіне қарап. Қасым үнсіз ғана үстел үстіне көк дәптермен Саматтың хатын қойды. Балам, мына дәптердің ішінде 1991 жылы совхоздың қаражатын ұрлап, соның кесірінен мені 10 жылға жазықсыз түрмеге жаптырған адамдардың тізімі мен заңсыз құжаттары бар. Бұл хатты жазған сол кезде маған қарсы жалған куәлік берген, бүгінгі таңда қайтыс болған Самат Ахметов. Мен өзімді ақтау үшін емес, ақиқаттың салтанат құру үшін келдім, деді Қасым нық дауыспен. Тергеуші дәптерді алып парақтай бастады. Оның жүзі бірте-бірте байсалды тартып, көздері ұшқындап кетті. Дәптердің ішінде сол уақыттағы банк аударымдарының көшірмелері, совхоз директоры мен аудандық комитет бастықтарының қолдары қойылған құпия келісімшарттар, тіпті қай шетелдік есепшоттарға ақша аударылғаны туралы нақты деректер өте дәлдікпен, хронологиялық тәртіппен жазылған екен. Самат 35 жыл бойы өз күнәсінің өтеуі ретінде бұл деректерді мұқият жинап келген көрінеді. Ақсақал, бұл нағыз сенсациялық құжаттар. Мұнда есімдері аталған шенеуніктердің кейбірі қазір зейнетте болса, кейбірі әлі де үлкен ықпалға ие. Бірақ мына айғақтармен біз істі қайта қозғап,
Сіздің есіміңізді толықтай аяқтай аламыз. Бұл үлкен заңды процесс болады. Сізге біраз уақыт қалаға келіп кетуге тура келеді, деді тергеуші Қасымның қолын қысып тұрып. Прокуратурадан шыққан соң Қасым Саматтың заңгері көрсеткен мекенжай бойынша қаланың беделді ауданында орналасқан зәулім үйге барды. Бұл Саматтың көзі тірісінде тұрған, хатында жазылған үлкен 2 қабатты баспанасы. Үйдің айналасы биік темір қорғанмен қоршалған, ауласында қымбат ағаштар егілген. Сырт көзге нағыз байлықтың ордасы сияқты көрінгенімен, Қасым ішке кіргенде үлкен суықтық пен жалғыздықтың лебін сезді. Үйдің іші жиһаздарға, қымбат кілемдер мен картиналарға толы болса да, мұнда өмірдің отбасының жылуы мүлдем сезілмейтін. Бөлмелердің ішіндегі шаң мен тыныштық Саматтың соңғы жылдары қандай рухани тозақта өмір сүргенін аңғартқандай. Төргі бөлмеде Саматтың марқұм әйелі мен көлік апатынан қайтыс болған жалғыз ұлының суреттері тұрды. Қасым суреттерге қарап тағы да күрсінді. Эх, Самат, мына алтын тордың ішінде отырып, өз жаныңды өзің қалай ғана жедің екен. Мына байлық саған балаңды да бақытыңды да қайтарып бере алмады-ау, деп сыбырлады ол іштей. Заңгер Саматтың өсиет хатын оқып берді. Самат өзінің банктегі барлық миллиондаған қаржысын, мына зәулім үйін және қала орталығындағы кәсіптік нысандарын толықтай Қасымның және оның балаларының атына қалдырған екен. Қасым бір сәтте аңызға айналған бай адамға айналды. Бірақ 65-тегі қарт үшін бұл ақшаның өзіндік құны жоқ. Ол бұл байлықтың өзі үшін емес, өмірден ерте кеткен жары Зейнептің рухы үшін және қиындық көрген адал жандарға көмектесу үшін пайдалануды ұйғарды. Ол дереу телефон арқылы қалада тұратын ұлы мен қызына хабарласып, оларды осы үйге шақырды. Балалары әкесінің басынан кешкен мынадай шытырман оқиғаны естігенде жағаларын ұстады. Олар әкесінің 35 жылдан бері иығында жүрген қара күйенің алынып, есімінің ақталатынына балаша қуанып көздеріне жас алды. Әке, сен біз үшін әрқашан әлемдегі ең адал, ең мықты адам болғансың. Енді сені бүкіл ел танитын болады, деді ұлы Нұрлан әкесін құшақтап. Қаладағы шұғыл шаруаларын реттеп, Саматтың жаназасын заңды түрде атқарып болған соң, Қасым қарт екінші күні таңертең қайтадан жолға шықты. Бұл жолы ол жалғыз емес. Ол қаладан жаңа заманауи жол талғамайтын көлік сатып алып, оның ішіне нәрестеге қажетті барлық киім-кешектерді, сапалы тағамдарды, дәрі-дәрмектерді және қыстаудағы малшыларға қажетті қат, азық-түлікті толтырып алды. Сондай-ақ өзінің ескі бірақ адал Нивасын қалалық жөндеу орталығына эвакуатормен алдыртып, оны толықтай жаңадан құрастырып беруді тапсырды. Жол бұл жолы ашық. Боран басылып, дала әппақ көрпеге оранып маужырап жатты. Қасым Бақытбектің қыстауына бұрылатын тұсқа келгенде, жүрегі ерекше бір жылулықпен соқты. Қыстауға жақындағанда үйдің мұржасынан будақтап ұшқан көк түтін көрінді. Бұл тіршіліктің, амандықтың белгісі. Көлік аулаға тоқтағанда үйден Асхат пен Бақытбек жүгіріп шықты. Олар Қасымды көріп мәре-сәре болды. Ата, аман есен келдіңіз бе? Біз сізді уайымдап отыр едік. Жол ашылды ма? Самат ағаға үлгердіңіз бе? Деп Асхат сұрақтардың астына алды. Қасым көліктен түсіп олармен жылы амандасты. Үлгердім балам. Бәрі жақсы болды. Самат досыммен бақылдастым. Ол өз аманатын қалдырып кетіпті. Енді менің мойнымда ешқандай қара күйі жоқ, деді Қасым жылы жымиып. Олар үйге кірді, үйдің іші жып-жылы, пеш алаулап жанып тұр екен. Төргі бөлмеде Айнұр кішкентай Қасымды бесікке салып баяу әлдилеп отыр. Жаралы Мұраттың да өңі кіріп, орнынан аздап қозғала бастапты. Қасым өзімен бірге алып келген үлкен қоржындарды ашып, нәрестенің киімдерін, жаңа көрпелерін, жас анаға қажетті дәрумендерді шығарғанда, Асхат пен Айнұрдың қуанышында шек болмады. Қасым қарт дастархан басында отырып Бақытбек пен Асхатқа қаладан заңды түрде Саматтың бүкіл байлығының өзіне өткенін,
және прокуратураның істі қайта қарап жатқанын айтты. Ол Асхат пен Айнұрға бұрылып, маңызды бір шешімін жеткізді. Асхат, айналайын, мына суық түнде бізді тағдырымыз тегіннен тегін тоғысқан жоқ. Менің атымды емденген кішкентай Қасым, менің де немерем Іспетті. Мен Саматтан қалған қаланың орталығындағы жаңа пәтерді сендердің отбасыларыңа сыйға тартамын. Мұны Саматтың күнәсінің өтеуі және Алланың сендерге берген несібесі деп қабылдаңдар. Жолға дайындықсыз шыққан қателіктеріңді мына кішкентай Қасым өз бақытымен жуып шайып кетті, деді. Асхат пен Айнұр естіген құлақтарына сенбей көздеріне жас алды. Қалада пәтер жалдап жүрген жас отбасы үшін бұл нағыз тағдырдың күтпеген зор сыйы. Ата, сіз біздің өмірімізді 2 рет құтқардыңыз. Бірінші суық даладан алып қалдыңыз, екінші болашағымызды жарқын еттіңіз. Біз бұл жақсылығыңызды өмір бойы ұмытпаймыз, деді Асхат даусы дірілдеп. Қасым Бақытбек пен жаралы Мұратты да ұмытқан жоқ. Ол қыстаудың материалдық жағдайын толықтай жақсартуға, жаңа заманауи мал қораларын салып, Мұраттың қалада толық емделуіне қажетті қаражатты бөлетінін айтты. Ал өзі болса ауылдағы ескі қыштан салынған қара шаңырағына қайта оралып, сонда өмір сүруді жалғастырмақ. Өйткені оның жаны сол ауыл мен марқұм жары Зейнептің естеліктерімен тығыз байланысты болатын. Таң бозарып ата бастағанда Қасым қарт терезеден сыртқа қарады. Дала тып-тыныш, қар беті күмістей жалтырайды. Оның жүрегінде 35 жыл бойы тұрған ауыр тас еріп, орнына шексіз бір жеңілдік пен мамыражай тыныштық ұялаған. Ол өзінің өмірлік миссиясын толықтай орындағанын сезді. Бірақ тағдыр тәлкегінің соңғы нүктесі әлі қойылған жоқ болатын. Көктемнің алғашқы айы Сарыарқа даласына шуағын ала келді. Қыс бойы құтырынған ақ борандардың орнын жылымық күндер басып, сай-саладан қар суы сылдырап аға бастаған шақ. Қалалық сот ғимаратының үлкен залында ине шаншар орын жоқ. Мұнда Қасым қарттың балалары, ауылдастары, прокуратура өкілдері және осы іске қызығушылық танытқан көптеген қала тұрғындары жиналған болатын. Төрдегі биік мінбеде судья Самат Ахметов қалдырып кеткен көк дәптер мен мұрағаттық құжаттарды соңғы рет мұқият қарап шықты. Қасым қарт сот залының алдыңғы қатарында үстіне жаңадан тігілген сырлы шапанын киіп, сабырлы күйде отырды. Оның жүзінде 35 жылдық ыза да кек те жоқ. Тек үлкен бір парасаттылық пен тағдырдың шешіміне деген ризашылық қана байқалады. Судья орнынан тұрып салтанатты түрде үкімді оқи бастады. Қолда бар нақты айғақтарды марқұм Самат Ахметовтың өз қолымен жазған мойындау хатын және 1991 жылғы совхоз қаражатының заңсыз аударылуына қатысты жаңадан ашылған мұрағаттық құжаттарды негізге ала отырып, сот азамат Қасым Сұлтановты толықтай кінәсіз деп таниды. 35 жыл бұрын шығарылған заңсыз үкімнің күші жойылып, азаматтың есімі мемлекет деңгейінде толықтай ақталады. Оған келтірілген моральдық және материалдық шығындар мемлекет пен кінәлі тараптардың есебінен толық өтеледі, деді судья балғаны тарс еткізіп. Сот залындағы жұрт орнынан тұрып ұзақ уақыт бойы қол шапалақтады. Қасымның ұлы Нұрлан мен қызы Әлия әкесін құшақтап, қуаныштан көз жастарына еріп берді. 35 жыл бойы ұрының баласы деген суық сөзді естіп өскен жастардың да басы енді тік көтерілген. Қасым қарт аспанға қарап, жаның жәннатта болсын Зейнеп, сен күткен әділдік күні де туды, деп іштей сыбырлады. Оның жүрегінен үлкен бір тас құлап түскендей жеңілдеп қалды. Сот процесі аяқталғаннан кейін Қасым қарт Саматтан қалған үлкен байлықты заңды түрде өз атына қабылдады. Ол бұл ақшаның өзінің жеке мұқтаждығына немесе қымбат өмір сүруге жұмсағысы келмеді. Ол өмірдің ащы тұщысын көрген тағдырдың тәлкегіне ұшыраған жандарға көмектесуді өзінің ақырғы адамгершілік борышы деп санады.
Қасым қала орталығынан Зейнеп ана атындағы арнайы қайырымдылық қорын ашты. Бұл қордың негізгі мақсаты қиын жағдайда қалған көп балалы отбасыларға, жетім балаларға және денсаулығы сыр берген қарияларға шұғыл көмек көрсету. Ол Саматтың жиған терген арам ақшасын осылайша адал жолға, мыңдаған адамның алғысына айналдыруды жөн көрді. Асқат пен Айнұрда Қасымның берген мүмкіндігін мүлдем босқа жіберген жоқ. Кішкентай Қасымның бесік тойы қаланың үлкен шаңырағында Қасым қарттың өзінің қатысуымен өтті. Той үстінде Асқат қарттың алдына келіп иіліп сәлем беріп, «Әке, сіз бізге тек пана ғана болған жоқсыз. Сіз бізге өмірдің шынайы мәнін үйреттіңіз. Біз ұлымыз Қасымды дәл сіз сияқты қайсар, адал, әрі намысты азамат етіп тәрбиелеуге уәде береміз», деді тебіреніп. Қаланың шуынан шаршаған Қасым қарт көктемнің ортасында өзінің туған ауылына, сол баяғы ескі қыш үйіне қайта оралды. Қалалық жөндеу орталығы оның ескі Нивасын тапсырыс бойынша толықтай жаңартып, заманауи бөлшектермен құрастырып, ауылға жеткізіп берген. Көліктің сырты баяғы таныс көк түсті болғанымен, моторы мен ішкі жүйесі мүлдем жаңа. Кез келген жолсыз далаға төтеп бере алатын күшке ие болған. Қасым көлігіне отырып ауылдың шетіндегі зиратқа беттеді. Күн жылып, дала көк пеңбек кілемге орана бастаған екен. Ол марқұм жары Зейнептің басына келіп Құран бағыштады. «Зейнеп, міне мен келдім. Сенің алдыңда да, балаларымның алдында да жүзім жарық. Менің есімім ақталды. Самат досымды да кешірдім. Енді менің жаным тыныш», деді қарт қабір басында отырып. Оның көзінен аққан жас бұл жолы қайғының емес, шексіз тыныштық пен ризашылықтың жасы. Ол ауылға қайтып келгенде оның көршілері мен ауыл ақсақалдары үлкен құрметпен қарсы алды. 35 жыл бойы оған күдікпен қарап келген кейбір ауылдастары өздерінің қателіктерін түсініп қарттан кешірім сұрады. Қасым ешкімге кек сақтаған жоқ, бәрінде жылы жүзбен қабылдады. Арада тағы бірнеше ай өтіп, жаздың шуақты күндері туғанда, Қасым қарт өзінің жаңартылған Нивасына мініп, Бақытбектің қыстауына қарай жол тартты. Бұл жолы жол суық әрі қауіпті емес, айнала жайқалған жасыл желек пен жусан иісі аңқыған кең дала. Қыстауға жақындағанда Қасым ескі үйдің орнында салынған жаңа зәулім де заманауи мал кешенін көрді. Қасымның бөлген қаражатына Бақытбек пен айығып кеткен жас жігіт Мұрат европалық үлгідегі автоматтандырылған мал қораларын салып, үлкен шаруашылыққа айналдырған екен. Аула ішінде жаңа тракторлар мен техникалар тұрды. Бақытбек пен Мұрат Қасымды көліктен түсе бергенде құшақ жая қарсы алды. «О, Қасым аға, төрлетіңіз, мынау сіздің арқаңызда жанданған жаңа мекеніміз. Мұрат бауырыңда толық жазылып, қазір шаруашылықтың басқарушысы болды», деді Бақытбек қуанып. Олар жаңа үйдің төрінде үлкен дастарқан басында отырды. Дастарқан үстінде қаладан келген Асқат пен Айнұр да кішкентай Қасымды құшақтап отыр. Бала ширақ, көздері оттай жанып, айналаға күле қарайды. Осыдан бірнеше ай бұрын ғана суық түнде, боранның ортасында өлім мен өмір арпалысқан сәтте дүниеге келген Шарананың бүгінде осындай азамат болып өсіп келе жатқаны нағыз өмірдің жеңісі. Күн ұясына батып Сарыарқаның даласына қоңыр салқын кеш орнағанда бәрі сыртқа шықты. Аспанда жыпылықтаған мыңдаған жұлдыздар даланың сұлулығын айқындап тұр. Қасым қарт кішкентай Қасымды қолына алып, оның иісін жұпардай жұтты. Ауыл ақсақалдары мен қыстаудағы жандар қарттың батасын алу үшін қолдарын жайды. Қасым қарт даусын тереңнен шығарып, өзінің өмірлік тәжірибесі мен тағдыр заңын қорытындылаған ақ батасын берді. «Уа жаратқан ием, мынау кең даланың төсінде жаңа өмір бастаған жастарға бақыт бер. Тағдырдың тәлкегі қаншалықты ауыр болса да, адамды қалпымызды жоғалтпауды нәсіп ет. Қиянат ешқашан жауапсыз қалмайды, ал адалдық ертеме кешпе бәрібір салтанат құрады.
Мына менің атымды емденген кішкентай Қасымның ғұмыры ұзақ, жолы ашық болсын. Еліне адал қызмет ететін, қиындықта қалғанға қол ұшын созатын шынайы азамат болсын. Даламыз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Аумин, деді қарт. Жұрт беттерін сипап аумин десті. Қасым қарт өз көлігіне отырып ауылға қарай баяу жүріп кетті. Ниваның фары жарығы кең даланы жарықтандырып алға қарай жол сілтеп бара жатты. Енді оның алдында ешқандай жұмбақ та, өкініш те, қара күйе де қалмаған. Ол өмірдің үлкен сынағынан өтіп, тағдыр тәлкегін жеңіп шыққан нағыз жеңімпаз қария ретінде өзінің бақытты тыныш қарттық шағына қадам басты. Бұл әңгіме тағдырдың қандай ауыр сынағы мен қиянатына қарамастан адамдық қалпы мен адалдығын сақтай білген жанның ерте ме кеш пе әділдікке қол жеткізіп өмірін ризашылықпен, шексіз және тыныштығымен тәмамдайтынын ұқтыратын шынайы өмірлік сабақ. Құрметті тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Алда сіздерді адам жанын тебірентіп, өмірдің терең қатпарларына үңілдіретін, бұдан да қызықты әрі ғибратты жаңа хикаялар күтуде. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.